Ассалаумағалейкум, братжандар. Скутердің жылдамдығы неден азаяды? Соған арналған 5 факт. Біріншіден, сіздің скутеріңізде воздушный фильтр бітеліп қалған. Воздушный фильтрді 3000 км сайын ауыстырып немесе тазалап отырыңыз. Екіншіден, скутеріңіздің вариаторындағы роликтер желініп кетуі мүмкін. Тексергеніңіз абзал болады. Ал үшінші факт, сіздің свечаңыз фиговый немесе искра аз. Төртіншіден, ремень вариаторы, яғни скутеріңіздағы ремень желініп кетуі мүмкін. Бесінші факт, яғни ол өте қорқынышты факт. ЦПГ. ЦПГіңіздағы поршын болады, поршындағы кольцалар отырып қалса, яғни мопедте компрессия аз болады. Соның есебінен скутер жүрмейді. 5 факт тек қоямын, ренжімеңіздер. Алтыншысын ұмытып кетіппін. Карбюраторды тазалату керек, ол жерде бітеліп қалады. Көп жағдайда негізі карбюратор тазаланбаған кезде, воздушный фильтр тазаланбаса, мопед жылқиды. 50-ден асқаннан кейін жылқып жүреді.